Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз өзіміздің подкастымызды бастап, тақырып ретінде өзіміздің шығыс көршіміз Қытайды алмақшымыз. Бүгінгі біздің подкаст қонағы Мүбәрак. Мүбәрак, өзің білетіндей, сен осы Қытай мәселесі, жалпы тарих, әлеуметтік тақырыптарға қызығып жүрген азаматсың. Жалпы өзің білетіндей, Қытай біздің негізгі сонағұрлымнан бастап келе жатқан көршілеріміздің бірі ғой, негізгі. Сол себептен олардың жүргізіп жатқан кез келген саясаты келелі және де өзінің тікелей Қазақстанға жанама әсері бар екендігі анық. Осы орайда жалпы сенің өзіңнің туғандардың арасында, жалпы қазақ қоғамында Қытайға деген көзқарас қандай, жалпы сен қандай бағыттағы көзқарасты көріп жүрсің көбінесе? Осы жайында айтып кетсең өзің. Жақсы, біріншіден сәлеметсіздер ме? Баршаға осы бірінші сұраққа келсек, Қытай туралы қандай көзқарас осы біздің қоғамда қалыптасты және де неліктен, иә? Ең біріншіден не түсіну керек, ол сен өзің айтып кеткендей, сонау ғасырынан бастап көршілігіміз қандай болды, және де осы қытайлықтардың тарихы қандай болды. Ең маңызды зат, ол қытайлықтар мүлдем басқа әлем. Олар европалықтарға да ұқсамайды, біздің басқа да көршілеріміз де ұқсамайды, бізге де ұқсамайтын мүлдем басқа әлем. Оларда өз мәдениеті, ешкімге ұқсамайтын тілі, діні де бөлек, осы ешқандай да бізбен контакт нүктелері жоқ. Және де осы 3000 жылдық болсын, 5000 жылдық болсын көршілігіміз, қаншалай да саудаласпасақ та, қандай да қалайсың болады, интеракция жүрмесе де, мәдениетіміз араласпай, екі бөлек әрине. Және де соның осы ең басты себеп бойынша, осы себептің кесірінен деуге болады, біздің қоғамда синофобия өте қатты қалыптасып кеткен, тереңі осы өте осы терең болып өсіп кеткен. Мәдениет, тіл бөлек болған соң, синофобия осы тәуелсіздіктен кейін де аса қарқындап өсіп кетті. Әлеуметтік желілерде біз қандай жерде болсын да, қандай желіде болсын, синофобия комментарийлар таба аламыз, посттар таба аламыз, және де осы әлеуметтік зерттеулер бойынша, агенциялардың мәліметі бойынша синофобия тек үлкейіп бара жатыр. Синофобтық контент көбейіп жатыр, және де осы біздің әлеуметіміздің, қоғамымыздың толеранттығы кішкене өссе де, бірақ контент саны азаймайды. Жалпы бұл негізі өзің айтып кеткендей, тек қана Қазақстанның емес, жалпы Орталық Азияның бір мәселелерінің бірі ғой синофобия. Десек те, жалпы осы синофобия байқап отырғандай, мысалы Украина мен Ресей арасындағы соғыс, осы синофобияның қазақ қоғамындағы, бір қазақстандықтар қоғамындағы бір деңгейінің сәл түсуіне бір өзінің бір себебі бар деген оқығанмын, жалпы зерттеулерге сүйеніп. Қалай ойлайсың, мынау Ресей саясатының сәл әлсіреп, Украинаға басымдық беріп жатыр ғой. Мысалы Путиннің өзінің саясаты бойынша, олардың атаулары бойынша СВО, ал басқа батыс мемлекеттері бұны соғыс деп қабылдаса да, олардың қарасақ саясаты Украинаға бұрғаннан кейін, Қытайдың бізбен бірге сауда-саттық, мысалы Пиндодо бар, қарапайым, Тему, осы қосымшалардың болуы және қазақстандықтардың арасында бір танымал болуы, сенің ойынша бір қазақстандықтардың Қытайға деген көзқарасының сәл болсын бір оң жаққа өзгеруіне бір әсері бар ма? Мысалы біздің технологиялық тағы да басқа, қарапайым TikTok-тың өзі Қытайдікі ғой. Бәлкім біз осының арқасында, бәлкім не кесірінен бізде бір қарым-қатынасымыз жақсарып жатқанда шығар. Қалай ойлайсың жалпы Мүбәрак осы жайға? Иә, сенімен келісемін, бізде осы қарым-қатынасымыз жақсарып жатыр. Ол ең біріншіден саяси түрде өте жақсы көрініс табады. Өзің айтып кеткендей, мысалы бүкіл TikTok-та қытайлықтікі дамып келе жатқан, әсіресе Қазақстан жерінде Пиндодо, Таобао дейді, сондай да маркетплейстер дамып, көп қазақстандықтар осы Қытай продуктілермен
Қытай көліктермен де қолданып жатыр. Қытайдан осы қалайсың болады, сауда саттық ұлғайып жатыр. Және де Ресейдің осы Украинадағы бір істері деуге болады. Ол және де қытайлықтарға оң болды. Ол қытайлықтарға өте пайдалы, өте сәтті деуге де болады. Өйткені Ресей осы регионалды державаның рөлін ақырындап жоғалтып жатыр. Әсіресе сауда саттық бойынша. Және де осы босаған нишаны Қытай әрине қол қусырып отырмай тез өзіне алғысы келеді. Осы көліктер бойынша да 5 жыл бұрын ладалар бізде көп болса, қазір бүкіл Қытай электромобильдері, плейстерде қазір осы өзің айтқандай қытайлықтар тек көбейіп жатыр. Және де саясат ең басты рөл ойнап жатқан ол біздің президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев. Өйткені ол қаншама жыл Қытайда осы өмір сүріп, Қытай мәдениетінің арасында болып, және де Қытайда дипломат болған соң, ол қытайлықтарды жақсы түсінеді. Ол Қытай саясатын жақсы түсінеді. Және де соңғы кездері біз Ресейден кішкене алшақтап, Қытайға жақындағанымызды өте анық көре аламыз. Және де бұл да ксенофобияның кішкене төмендеуіне әсер береді деп ойлаймын. Осы дәл қазір болмаса да, келергі 5-10 жылда ксенофобия саны азаятыны анық. Мысалы, Қытай проекттері де Қазақстан жеріндегі соған көрініс бола алады. Мысалы, ЛРТ немесе «Один пояс, один путь» ол бүкіл қытайлықтардың инициативасы Қазақстанға осы жақсы жағынан тиіп жатқан, Қазақстанға пайда келіп жатқан, және де халық осыны көріп, әлеуметтік желілерде сол өз қалайсың болады, көріністермен бөлісуде деуге болады. Сенімен толықтай келісем. Жалпы ксенофобияға сен айтқандай көптеген әсер болуы мүмкін. Сен айттың ғой жаңа, біз ол бөлек әлем, біз оны мүлдем әлі түсіне алмаймыз. Біз біріншіден олардың қарапайым тілдерін білмейміз. Қытай тілі әлем бойынша бірінші орында тұрса да, жалпы кең ауқымды қолданыстағы, десек те, глобализациядан тыс тұрған мемлекет қой негізі, оқшау қалған, глобализация мойындамаған, жалпы үлкен ауыл идеясымен өмір сүріп жатқан да шығар әлі күнге дейін. Сол себептен мысалы бізде қазір Конфуций институттары бар, қателеспесем, Конфуцианство ма, есімде жоқ нақты, бірақ осы Конфуциймен байланысты. Жалпы Қазақстан бойынша сондай бір 9 институт бар екен. Сосын қазіргі таңда мынау қарқынды Қытай тілін үйренуге өзінің бір белгілікті бір әсері бар. Жалпы қалай ойлайсың, жастардың арасында мысалы лингвист болсын, аудармашы, тілмәш болсын, олардың Қытай тілін үйренуі, китаистердің олардың Қытай тілін жетік біле бастауы, жалпы Қытайдың бізге тілдік тұрғыдан ашуы ксенофобияның сәл бір түсуіне бір әсері бар ма деп ойлайсың ба жалпы? Мысалы, біз орыстардың саясатын толыққанды түсіне аламыз, себебі бізде кем орыс тілін білмейтін азаматтар, сол себептен оның саясаты қысқаша айтқан кезде ашық. Ал қарапайым мен өзі VPN арқылы Қытай сайтына кіргім келсе де, мүлде мүмкін емес екен да, сондай бұғатталып қалған әбден. Тіпті қытайлықтардың газеттерін оқимын ғой, арасында бір күнде демеймін, бір екі рет ашып қарап көрген VPN-ің, және Қазақстан жайлы не ойлайды екен деп бұлар. Енді қарасам, бұлар Қазақстанды кәдімгі бір один пояс, один путь деп өзің айтып кеттің ғой, саясаты бойынша мынау біздің ең басты серіктестеріміздің бірі. Жалпы Орталық Азияға олар бір жақсы бір потенциально бір жақсы серіктестік ретінде қарайды. Сол себептен бұл да бір Қытай тарапының азаматтарының пікірі бәлкім біз жайлы басқа шығар. Ал осы тілдік шекараның бұзылуы, қарқынды саясат пен экономикалық сауда тұрғыда біздің мынау қарқынымыз өсуі, қарапайым мысалы сауда жолдарының өзінің бір әсері бар ғой. Мысалы бизнесмендер өзінің бизнесін жүргізу үшін Қытай тілін білуге шарт, себебі негізгі товарларды импорт, экспорт болсын біз апарамыз, әкелеміз дегендей. Жалпы менің ойымша қазіргі таңда бір Қытай тілінің бір әлеуеті, осы тілді меңгерем деген азаматтардың енді сәл көбеюі ксенофобияның бір белгілікті бір деңгейде түсуіне бір әсері бар ма? Жалпы осы орайда сенің пікіріңді білгім келіп отыр. Негізі өз пікірім мындай. Қытай тілін қазіргі күні оқу, білу, ол бір ксенофобияға қарсы
құрал емес, ол ақша табу құралы. Ең біріншіден көп жас қазір Қытай тілі оқытатын центрларға барып, курстар алып, Қытайға оқуға түсейін деп жатыр. Ол неліктен? Ол өйткені Қытай тілі қазір өте қатты қолданыста, өте қатты сұраныста. Және де Қытай тілін білсең, сенің ақша табу мүмкіндігін де ұлғаяды, көбейеді. Сондықтан ең біріншіден Қытай тілі ол ақша табу және де бизнес, сауда-саттық құралы деп есептеледі. Ал ксенофобияның азаюы ол қалайсын болады? Косвенный фактор деуге болады. Өйткені бір адам осы Қытай тілін біліп, Қытай мәдениетін түсіне бастаса, қытайлықтармен сөйлесіп, немесе Қытайда тұрса, ол өз бетімен осы ксенофобияға қалайсын болады? Өз адамның ксенофобиясы түседі, өз адамның ксенофобиясы азаяды. Осы Қытай мәдениетінен қорқу азаяды. Ол Қытай мәдениетін түсінсе, ол қытайлықтардан қорқпайды. Мысалы, Тоқаевтың өзі, мен айтып өткендей, Қытайда қаншама жыл тұрып, қазір қытайлықтармен өте ашық, өте жылы қарым-қатынаста ол болады. Қарапайым адамдармен де солай. Егер Қытай тілін біліп, қытайлықтармен сөйлесе, Қытай мәдениетін кішкене ғана білсе, онда ксенофобия да жоғалады, оның орнына осы қытайлықтармен жылы қарым-қатынасқа да әкелуі мүмкін. Жалпы сен айтып кеттің ғой, мынау бізде оқу, шетелдік Қытай тілін оқып жатқан мамандар ақырын көбейіп жатыр дегендей, енді зерттеп жатыр. Сонымен қатар бір қызық статистикаға мен көрдім осы ғаламторда. Жалпы олардың бір рейтингі бар екен, Қытай мен мынау шетелдік студенттердің алмасуы. Уақытша бір жылға бір семестр оқып келеді. Сол рейтингті ашып барған кезде Қазақстан топ 10-ға кіреді екен. Жалпы негізі топ 10 өте жақсы деңгей екен. Мысалы 9-шы орында Ресей тұрса, олардың халық санын есептесек, бір шамамен 150-100 миллион шақты ұлт қой негізі. Орыстар жалпы жан-жақты мультиұлт дегендей. Соған қарамастан Қазақстанда бар жоғы 20 миллион адам бола тұра, олардан қаусар емес. Мысалы, оларда шартты түрде 200 мың адам Қытайға оқуға түссе, Қазақстанның 20 миллион халқын есептей тұра, мысалы 190 мың адам бізде Қытайдағы бір оқуға түсті деп алсақ, өте жақсы деңгей екен. Жалпы сонымен қатар ғылым министрі, білім министрі осы Қытаймен жақсы серіктестіктер, мысалы қарапайым өзіміздің универді алайықшы, мысалы обмен студентов деген Қытайға біраз бар, сол себептен бір сен айтқандай бір бұл ғылыми жақтан, мысалы тілдік барьерді бір бұзуға бір бастаған бір жақсы бастамалардың бірі. Себебі біз не жақсы тұрғыдан, не жаман тұрғыдан қарайтын болсақ та, біз олардың тілдерін білу керекпіз. Себебі қазақтың тарихына өзің білесің, қазақ мысалы Қытайды шүршіт деп атаса, одан бірінші рет қауіптеніп отырған тек қана бұл қазақтардың арасындағы тарихына байланысты емес, қателеспесем осы совет үкіметінде 60-шы 50-ші жылдары бір пропаганда жүрді. Мысалы Қытай біздің серігіміз емес, ол біздің жауабымыз болуы мүмкін дегендей бір бірақ та осыны түсінбедім, десек те біз коммунистік елдер ғой, бір идея бар, тұғырлас дегендей. Сол себептен бір белгілі бір пропагандада бір әсері бар шығар. Мысалы өзің білесің ғой, есінде болса, туыстар группаларында немесе басқа группаларда мынау Қытайдың дәрісі, немесе Қытайдың құсы ұшып келіп бізді қарап жатыр дегенде байқаңдар, біздің артымыздан қандып жүр деген осындай бір ақпараттар болды негізі. Мен әлбетте бұны мансұқтай алмаймын, бұны фейк дей алмаймын, бірақ та бұған факт болатында бір нақты дәлел жоқ. Сол себептен бір дезинфаның бір көбейіп кетуі, елді бір дүрліктіру деген бір анти-фейк ақпараттардың бір әсері бар секілді. Қалай ойлайсың, бұл кімге керек? Жалпы бәлкім бұл батыстың бір жүргізіп жатқан пропагандасы шығар. Себебі өзің білесің, мысалы ұйғыр мәселесі ақш-та өте қатты актуалды. Себебі сол этникалық тұрғыда ұйғырлардың өздері бір инстаграм жүргізіп, кәдімгідей Қытайға қарсы бір өздерінің бір саяси пікірлерін айтып жүреді. Әлбетте бұны хош көреміз, егер де бұл шынымен де азаматтардың құқығын таптап жатса, десек те Қытай пропаганда сол жүйелерге қарайтын болсақ соншалықты жаман ба? Бұл жалпы кімге керек бұндай пропаганда жүргізу? Жалпы сен бұл тұста пікірің қандай? Негізі жақсы сұрақ, және де өзім айтып кеткендей, Қытай туралы ксенофобиялық тейктер, ксенофобиялық фейктер де азаймайды, көбейіп жатыр. Ол неліктен? Өйткені
осы қоғамда біреуді жау қылу керек, қоғамға біреуден қорқу керек, және де Қытай осы олардың мәдениетін түсінбеушіліктен өте қатты, өте ыңғайлы бір нысан деуге болады. Олардан қорқу оңай, оларды бүкіл осы фейктерге айыптауға оңай, өйткені біз оларды түсінбейміз. Ресейліктерді біз түсіне аламыз, өйткені біз орыс тілінде сөйлейміз, біз орыстарды күнде көреміз, ал қытайлықтар осындай бір біз үшін бөлек әлем болған соң фейктар шығару, фейктарды қалайсын болады, тасымалдау, танымалдандыру өте оңай болып келеді. Және де осы батыс елдерінің ықпалы туралы айта кетсек, білуімше қазіргі күні батыс елдері ұйғыр мәселесін қатты қозғамайды. Олар карантинге дейін өте қатты тиражда қозғаса, қазір карантиннен кейін және де Қытаймен саяси кішкене қарым-қатынастың жылуынан кейін ұйғыр мәселесі екінші фонға қатты маңызды емес болып қалды, өкінішке орай. Ал Қазақстанның ішіндегі фейктарға келетін болсақ, менің ойымша өз басым бұл фейктерде батыс елдері ешқалай да қатысты емес. Олардың бүкілін істеп жатқан немесе ештеңе түсінбейтін, білмейтін халық бөлігі осы фейктарды таратумен айналысатын халықты қорқытып, осы үрейде ұстауды ұнататын халық түрі, немесе ол Қытаймен бизнес болмауынан пайда табатын осы біздің қазақстандық бизнесмендер болуы мүмкін. Өйткені Қытай қазір келіп, өте арзан продукттарды танымалдандырып, қалайсын болады, өте арзан продукттарды, тауарларды бізге ұсынып жатыр, және де қазақстандықтар осы тауарларды өте қатты, өте тез, өте үлкен мөлшерде сатып алып жатыр. Бұдан зардап шегетін біздің өзіміздің осы саудагерлеріміз. Қытайдан қарағанда қымбатырақ сататын, немесе Қытайдан қарағанда жаман quality, качество дейді ғой, сататын, және де солардың да істеп жатқандары болуы мүмкін. Бірақ дегенмен ешқандай конспирологиялық теория құрастырудың керегі жоқ, өйткені Қытай туралы фейктер бізде осы 15-20 жыл желіде, өйткені фейктер олар әрқашанда бар, олардан ешқалай құтыла алмаймыз, және де оларды тек осы минимизация жасауға болады. Ол енді осы интернет гигиена туралы басқа тақырып ол енді. Өзің айтып кеттің ғой, шынымен де біз Қытайды енді кез келген мемлекет алшы, тіпті өзіміз жайлы әртүрлі фейктер болуы мүмкін. Қазақстанның бір саясаты бойынша немесе түсінігі бойынша, тіпті біз Ресейде мысалы әртүрлі фейкпен қаралауымыз мүмкін, десек те олардың енді пропагандистердің сөздеріне қарайтын болсақ, кей кезде олардан енді қорқайтын жайымыз бар. Енді айтып кеттім ғой, жаңа ұйғыр мәселесі де бұған дейін ол енді аса қатты бір қозғалғанымен есімде жоқ, шынымен де. Десек те мынау COVID-19 болып еді ғой, бізде коронавирус кезінде кәдімгідей барлық әлем бірігіп осы Қытайды бір кінәлаған секілді айыптығып қойды, мысалы коронавирус. Жалпы бұның да бір өзінің бір ксенофобияның тағы бір туындауының бір әсері бар секілді. Мысалы COVID-19-ды әлемге әкелген Қытайлар дегенде бір ақпарат бум болды кәдімгідей, өзің де білесің. Тіпті мен бұны жалған шындық деп айта алмаймын, десек те бір ксенофобияға бір белгілі әсер бар екен. Жалпы бұл тұрғыда енді Қытайды біз геосаяси болғаннан кейін бізде негізі көршіміз, сол себептен бұдан біз ешқайда қашамаймыз. Керісінше олардың саясатпен жақсы жүргізу керек. Негізгі серіктесіміз, негізі былай қарасаң Қытай Қазақстанның дамуына біраз үлес қосып жатыр. Тіпті былай қарасаң Қазақстаннан басқа негізгі мықты бір көршілесі сол Моңғолия мен Қазақстан ғой, екі жақтан қолтықтап құшақтап отырған дегендей. Сол себептен Қытайды біз жақсы экономикалық серіктес ретінде қарау керекпіз, және де біз одан ешқайда кете алмаймыз. Ал жалпы сен айтқан пікірлер өте келелі болды.
Енді тағы да бір қосарым болса осы синофобия мәселесі бойынша жалпы синофобия және ксенофобия деген бар ғой, негізі кез келген ұлттан қорқу. Енді біздің қорқатын жайымыз бар, себебі үлкен мықты, мысалы негізі Қытайды көбіміз империя ретінде қабылдағаннан кейін оның гегемониясына ұшыраудан қорқамыз ғой. Сол себептен кішкентай ұлттар ретінде біз салыстырмалы түрде Қазақстан Қытайдан салыстырмалы түрде біз олардың бір басымдылықтарынан, олардың көптігінен, олардың саясатынан қорқу ол негізі қалыпты нәрсе ғой. Бізден басқа да басқа ұлттар қорқады дегендей, ұлт дегенде бір ел арасында сондай бір дүмпу болуы мүмкін. Жалпы осы жайында не ойлайсың? Гегемонияның осындай пайда болуына не әсері бар? Негізі бірінші сұрағынан бастайын. COVID-19 дедің, және де олардың осы COVID-19 карантиннің, пандемияның қалай эффектілерге әсер етті. Бұл дұрыс ремарка негізі, өйткені COVID-19-дан кейін синофобия одан да аса қарқынды болып кетті. Өйткені ақпарат жоқ, ешкім не болып жатқанын білмеді, ешкім ауру қайдан шыққанын білмеді. Бүкіл білгеніміз ол Ухань қаласында осы биолаборатория болды, және де осы ауру, пандемия Ухань қаласынан басталды, Қытайдағы. Және де осы ақпараттың аздығы әртүрлі конспирология, әртүрлі теориялардың бастамасына келді. Өйткені адам психологиясы егер ақпарат жетпесе, ол ойдан бірдеңе шығара бастайды. Ол қорқа бастайды, өйткені ненің алдында тұрғанын білмейді. Және де Қытайдың изоляциясы, өзің айтып кеткендей, Қытай желесіне ешқалай оңай түрде ешқалай қосыла алмайсың. Бұл қытайлықтардың өздеріне қарсы ойнап кетті осы синофобияның ұлғаюында. Өйткені Қытай желесі өзің айтқандай жабық. Неге? Өйткені ол ешкімді кіргізбеу үшін емес, ол ешкімді шығармау үшін. Егер де Кеңес одағында осы железный занавес саясаты болса, ешкімді осы физикалық границалардан, физикалық шекарадан шығармауға. Ал Қытайда железный занавес бар, бірақ ол информациялық. Ешқандай информация кірмейді, ешқандай информация шықпайды. Және де бұл да осы біздің Қытайды түсінбеушілігімізге алып келеді. Қытайда не болып жатқанын, Қытайдан не келіп жатқанын біз аса қатты түсіне алмаймыз. Өйткені ақпарат жоқ, ешкім бізге ақпарат бермейді. COVID-19 бен де дәл солай болды. Және де осының кесірінен эффекттер өте қатты және тез. Жалпы бірақ шағын подкастқа саған рахмет айтқым келіп тұр. Жауап өте келелі. Және де біз өзіміздің оқырмандарымызға, тыңдаушыларға ескерте кететін жайт, біз жай қарапайым азаматтар ретінде қазақстандық бір ғылыми тұрғыда аса қатты қатысымыз жоқ. Сол себептен бұл біздің жеке субъективті пікірлеріміз, жалпы оқыған, көрген мәселелерге байланысты. Десек те біз бұны қандай да бір деректер, мысалы мақалалар, шетелдік басқа да сайттарға оқып сүйеніп жатырмыз. Себебі қарап отырғандай, бұл тек қана Қазақстан емес, Өзбекстан, Қырғызстан секілді мемлекеттердегі мәселе. Жалпы Қытай біздің негізгі серіктесі екенімізді ескеру керекпіз, және де алдағы уақытта бірге бір дамимыз деген ойдамыз. Себебі Қытайдың өзі дамушы мемлекет деп есептеледі ғой. Сол себептен егер де саясат ұтымды жүргізетін болсақ, алдымызда бір кемел, жақсы болашақ күтеді деген үміттеміз. Жалпы мөрәк тағы да саған бұл подкастқа рахмет айтқым келіп тұр. Осындай алдағы тағы да келелі бір сұхбат подкасттарда жүздесуге бұйырсын. Осымен подкастты жабық деп жариялаймын.